Рахмет, қайырлы кеш. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мынау адамға берілген аманат. Мына таудан да биік дейді. Аманатқа келетін болсақ, бұл жай сөз емес. Бұл адамға тапсырылған жан ұясынан болуы мүмкін. Бұл кішкентай кезден бізден қалыптасқан жауапкершілік деп айтылады. Бұл аманаттың керек ол сенімділік, жауапкершілік және басқа да адамға керек нәрселер ол қолды. Тағы айтатын, аманат біздің мынау ортадағы табиғат, ол да аманатқа жатады. Бұл ата-бабадан қалған, соларды біз аялауымыз керек. Бұны біз құртсақ табиғатта, бұл болашағымызда ұрпағымызға түк қалмауы мүмкін. Мысалы, бізді аманат елдер мынау табиғатты өзгеруін айтады қазір. Глобальный вопрос. Барлығы соны шешуге тырысады. Біз соған, ол біздің аманатымыз. Біз ортаға мұсыр тастамауымыз керек. Біз ортаға зиянды нәрселерді жасамауымыз керек. Біз соғымен күресуіміз керек. Тағы да аманат деген бұл біздің отбасымызда. Біз баламызға тапсыратын нәрселер. Мысалы, айтатын кезде болсақ, біз кішкентай кезден өсеміз, әке-шешеміз үйреткен нәрсе ол аман бол, өскен кезде отанына қызмет ететін, басқа да жан бол деп өсіреді. Сол үшін бәріміз мықты болайық.